Қайырлы күн көрермендерім, хит болып жатқан шығыс халқының тәтті пирогының рецебін бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдағы жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстіне басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқа, қант және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, венчикпен араластырамыз. Өлшеп алған ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Жайлап шетінен сұйық массамызға салып, ұнымызды араластырамыз. Енді қамырымызды илей бастаймыз. Міне бізде осындай өте жұмсақ қамыр шығу керек, және қамырымызды салафанға салып тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде өрік, мейіз және грек жаңғағы бар. Жалпы үйде кез келген кепкен жемістер мен жаңғақтарды қолдануға болады. Менде осылай асты бөлегі алынатын 26 диаметрлік форма. Енді жаңағы тындырған қамырымызды алып, осылай қолымыздың күшімен барлығын тегістей жайып шығамыз. Асты тегіс бокалдың көмегімен осылай тегістеп шықтым. Кепкен жемістер мен жаңғақтарымызды саламыз. Салмасының үстінен дүкеннің қойытылған сүті, яғни менде 3 желание сгущенкасын құйдым. Бір банка сгущенканың барлығын құйып шықтым. Үстінен қасықтың немесе лопатаның көмегімен барлығын тегістеп жан-жағына жайып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің восточный пирогымыз дайын болды. Жан-жағы қызарып, өзінің формасын жоғалтпай пісіп шықты. Міндетті түрде шай дастархандарыңызға жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.